Республика көлемінде өтетін жыл сайынғы мектепке жол қайырымдылық акциясы өңірімізде шекарасыз жақсылық ұранымен өтіп жатыр. Биыл балалар жылы аясында әлеуметтік осал балаларға көмек көрсету ережелеріне өзгертулер енгізілуде. 19 августа. Тамыздың 19-нан бастап заңнамаға түзетулер енгізіліп күшіне енеді. Себебі қазіргі таңда ата-аналарға сатып берген киім-кешектердің, аяқ киімдердің сапасы ұнамайды. Олар өз балаларына киімдерді өздері таңдап алып бергісі келеді. Сондықтан аталмыш жаңа қаулы жүзеге аспақ. Қазіргі таңда облыс бойынша әр балаға 43.616 теңге бекітілді. Яғни білім бөлімі бұл қаражатты ата-аналардың шотына жібереді. Міне осы қаражатқа ата-анасы балаларды жаңа оқу жылына өздері дайындайды. Өткен жылы мектепке жол акциясы аясында 3000-ға жуық мектеп оқушыларына көмек көрсетілді. Биыл 2124 балаға жалпыға бірдей білім беру қорынан қаржылай көмек берілмек. Жоғарыда айтылған оқушылардың санынан басқа өзге де мұқтаж жандардан өтініштер келіп түсіп жатыр. Сондықтан кез келген азамат бұл науқанға қатысып, демеушілік көмек көрсете алады. Әр мектепте оқушылардың тізімі бар. Қаламыздағы нөмірі 5-ші мектептің аяқ алысы жаман емес. Қазіргі таңда мектепке жол науқаны бойынша тізімде тұрған 14 оқушының 6-ы толықтай оқуға қажетті құрал жабдықтармен, киім-кешекпен қамтамасыз етілген. Аз қамтылған көп балалы отбасылардан мемлекет тарапынан көмек алатын ата-аналарға бүгінгі бізде балалар саны 37. Ол балаларға мектеп тарапынан мектеп формасы және кеңсе тауарлары беріледі, толық қамтамасыз етіледі. Мектепке 1 қыркүйекке дейін бүгінгі күні мектепке кеңсе тауарлары мен мектеп формалары біртіндеп келуде. 20 тамыздан бастап біз балаларды мектепке киіндіре бастаймыз. Ал мектепке апарар жол акциясына келетін болсақ, бүгінгі күні бізде 14 бала жоспарда. Мектепке дайын емес, мектепке дайындалуға ата-аналары қиналып отырған ата-аналар. Ол отбасылар аз қамтылған, көп балалы және де тұрмыстық жағдайы нашар отбасылардың балалары. Бұл игісті бірден іліп әкеткен Планета одежды сауда үйі қайырымдылықтың жарқын үлгісін жалғастырмақ. Жоспарлы түрде көмекке мұқтаж тағы 3 оқушыны бастан аяқ киіндірмек. Ұрпақ болашағы үшін айрықша белсенділік танытқан әлем нарық базары болса 75 000 теңге көлемінде демеушілік қолдау көрсетпек. Шекарасыз жақсылық ұранымен бастау алған мектепке жол акциясы тамыз айының 1-нен басталып, қыркүйек айының 30-на дейін жалғасады. Өз қамқорлығын танытып, демеушілік білдіремін деушілер білім бөлімінің 28-03-48 нөміріне ниет білдіре алады. Игілікті істен сіз де қапы қалмаңыз. Роза Лякпарова, Хакім Теміржанов, Екібастұз қалалық телеарнасы.